Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сізге керемет жұмсақ болып шығатын ең оңай пирогтың рецептімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басыңыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны саламыз, және сол жұмыртқамызды венчикпен жақсылап бір масса болғанша араластырамыз. Осындай масса болған кезде 100 грамм қантымызды екіге бөліп, тағы да араластыратын боламыз. Сол кезде қантымыз толықтай еритін болады. Қантымызды салып болған соң бөлме температурасындағы сары майды саламыз және тағы да жақсылап араластырамыз. Мен барлық мөлшерде описание қалдыратын боламын. Сонан соң жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы қажет және тағы да жақсылап араластырасыз. Қоспамыздың бетінде осындай майдың бөліктері шығады, ол біздің пирогымызға ерекше дәм береді. Енді осы қоспаны бөлек алып, илектің ішіне ұнды салып аламыз және бір шай қасық қопсытқышты сол илектің ішінде салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді илектегі ұнымызды қоспамызға аз-аздан қосып, венчикпен араластыратын боласыздар. Аз-аздан қоссаңыздар, жақсы араласатын болады. Барлығы осылай қосылған соң, осындай қоспа шығу қажет. Енді оны 10-15 минут тұндырып қоямыз. Ішіндегі қопсытқышы реакция жүргенше 10-15 минуттей уақыт қажет болады. Мінекей лопаткамен ұстағанда осындай кішкене ғана қою болу керек. Мен пирогтың арасына осындай замороженный смородина қосатын боламын. Егер сізде болмаса, қоспасаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша енді пергамент қағаздың үстіне осылай қоспамызды құятын боламыз. Егер пергамент қағазының сапасы жақсы болатын болса, ешқандай май жақпай-ақ қойсаңыздар болады. Қоспамызды салып болған соң, үстіне осылай арасына начинкасын салатын боламыз. Начинкасы айтқанымдай өз қалауыңызша және қалған қоспамызды осылай бетіне құйып шығамыз. Және де тағы да үстіне осылай семдейтін боламыз. Енді осы пирогымызды 180 градуста 30 минутқа пісіреміз. Мінекей пирогымыз пісті. Бұл пирогтың піскенін осындай ағаш таяқшаның көмегімен көретін боламыз. Яғни ағаш таяқшамыз құрғақ болуы қажет. Үстіне қант ұнтағын себеміз. Қант ұнтағын сеппесеңіздер де болады, маған ұнағандықтан осылай сеуіп қоямын. Мінекей біздің пирогымыз қарасаңыздар өте жұмсақ болып шығады. Міндетті жасап көріңіздер, өте оңай. Менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырша белгісін басыңыз. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлсая.